Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Сүйінбай Аронұлы Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. Оқу мақсаты: автор бейнесі, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау, көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін анықтау. Оқушылар, келесі мағлұматты есте сақтаңыз. Айтыс, тартыс пен қақтығысқа, суырып салмалыққа құрылған ауыз әдебиеті жанры. Біздің әдебиетімізде айтыс бірнеше түрлерге бөлінеді. Бәдік айтыс, жар айтыс, жануарлар мен адамның айтысы, өлі мен тірінің айтысы, жұмбақ айтыс және салт айтыс. Салт айтысы өз ішінен екіге бөлінеді: қыз бен жігіт айтысы және ақындар айтысы. Сүйінбай Аронұлы Алатаудың аса сұлу бөктеріндегі Алматы облысы Жамбыл ауданы Майтөбе жайлауында 1815 жылы дүниеге келді. Аңыз былайша сыр шертеді. Белгілі бір адамның бойындағы басқаларда жоқ ерекше қасиеттері, соның ішінде ақындық өнері туралы да халық тұқымында бар өлең ақындық қонған дейді. Бала Сүйінбай Шүйбекбайдың малын бағып, шаршап ұйықтап кетеді. Сүйінбайға Қызыр баба келіп, түсінде аян беріп: «Сүйінбай, саған өлең керек пе, болмаса көген керек пе?» дейді. Сонда өлең керек деген Сүйінбайдың: «Атыңнан айналайын Қызыр бабам, түсімде таңға жуық келді маған. Білмеймін, өлең деді, көген деді, сайрау құстар келіп төнді маған» деуі ақындық өнерінің бастамасы болса керек. Нағашысы Қабан Жетісудағы ақындық жыраулық өнердің ірі өкілі болған. Сүйінбай бозбала кезінде 7 тәулік бойы сол нағашы атасының көшіне қалмай ілесіп жүріп батасын алған. Академик Мұхтар Әуезов Сүйінбайдың айтыстағы өнерін өте жоғары бағалап, оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Сүйінбай сан түрлі саңлақ ақындармен айтысқан, соның бәрін жеңген. Әсіресе Сүйінбай мен Қатағанның айтысы адам таңғаларлық ерекше. 1847 жылы қырғыздың Бай Шонжар манабы Орманқан шешесіне ас береді. Атақты ас қырғыз жерінде Ыстықкөл жағалауында өтті. Бұл асты басқаруды Орманқан Қарабәйтікке тапсырады. Қарабәйтік патшадан шен алған адам. «Тезек төре мырза, қырғыз қазаққа алыстан келген ақының сәлем берсін» дейді. Сонда Сүйінбай өлеңмен амандасып, халыққа сәлем береді. «Сүйінбай ботам, менің саған сақтаған Қатаған деген ақыным бар, сонымен айтысасың» дейді. Осы айтыста Қатаған қырғыз елінің бай манаптарын дәріптеп отырған болса, Сүйінбай ақын қарапайым халықтың бірлігін, көптігін жырлап жеңіске жетеді. Сүйінбай екі елдің бас қосқан үлкен айтысында Қатағанды жеңгенің үшін саған басына 6 қанатты ақ орда, Ыстықкөлдің көбігінен жаратылған мейіз деген асқан сұлу қыз, мойнында қарғысы бар 2 тазы, 1 бүркіт және алтын бесік беремін деп жұрт көзінше бәйгені жариялайды. Қалың көш Ыстықкөлді жағалап батысқа беттеп келе жатты. «Көл шетіне жеттік, көшті тоқтатыңдар, соңғы рет Ыстықкөліме бетімді жуайын» деп мейіз өтініш етті. «Мейізжан жасыма, айтыстың сертін сақтап біраз жерге алып келдім. Бұдан былай менің қырғыздағы туған қарындасымдай бол, жолың болсын» деп Сүйінбай мейіздің маңдайынан сүйіп Шолпан-атаға қарай шығарып салады. Сүйінбай Аронұлы тек айтыскер ақын емес, әділ төреші, Ұзынағаш болысының биі болған. 30 жылға жуық тынымсыз еңбек еткен атақты тұлға әр шешкен шешімін жеке мөрімен бекітіп отырған. Бөрілі байрақ Үйсін дәуірінен қалған, келе-келе Шапырашты тайпасында сақталып қалды. Байраққа бөрі басын қою себебі түркі тілдес халқы бөріні киелі санап, соған табынған. Жоңғар соғысының ғасырдан астам созылған аласапыранында Сүйінбай, Жамбыл жырлаған Өтеген, Қарасай, Саурық сұраншы батырлар «Бөрі басы ұраным, бөрілі менің байрағым» деп елін, жерін қорғаған. Бөрілі байрақты ту етіп көтерген ерлік рухы қазіргі тәуелсіздік күнімен үндесіп жатыр. Оқушылар, Сүйінбай Аронұлы туралы бейнероликті көріп болсаңыздар, сол алған мәліметтеріңіз бойынша топтастыру кестесін орындаңыздар. Енді оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер. Сүйінбай мен Қатаған айтысын толық оқып шығып,
екі ақынның образына талдау жасаңыздар. Сүйінбайға, Қатағанға, әр ақынға 5-7 сөйлеммен сипаттама жазылу қажет.